Алманың ақысы. Ілгеріде бір елде Сәбит деген жігіт өмір сүріпті. Сол Сәбит бір күні арықта ағып келе жатқан алманы ұстап алады. Қарны ашқан жігіт алманы бір тістейді де ойланып қалады. Апырай, бұл да біреудің өсірген жемісі ғой. Алма иесі ақыретте жолығып, ақысын сұраса, не деп жауап берем деп қиналады. Сонан соң суды жағалап алма иесін іздеп шығады. Жолда бір баққа кез болады. Арық осы бақтың ішінен ағып өтеді екен. Сәбит бақ иесіне келеді. Ол иман жүзді қария екен. Жігіт алманы рұқсатсыз тістеп қойғанын айтып, қариядан өзін кешіруін сұрайды. Қария ойланып тұрады да, жоқ, кешіре алмайым дейді. Сен менің бағыма бір жыл бойы келіп кетіп жүріп жұмыс істейсің. Сәбит келісуге мәжбүр болады. Өйткені ол ақырет күні болғанда адам шаңның тозаңындай күнәсі үшін жазаланып, сондай мөлшердегі сауап үшін жарылқанатыны жайлы аятты жақсы білетін. Сол мақшар күні сұралғанда, осы қарияның ризалығын алмағаны үшін басы дауға қалуын қаламады. Сонымен жыл бойы Сәбит қарияның алма бағына келіп жұмыс істеп жүрді. Бір жылдан соң, ата, айтқан бір жылыңызды өткіздім. Енді риза болсаңыз, мені жіберіңіз дейді. Қария, риза емеспін. Менің рұқсатымды алу үшін сен менің қызыма үйленуің керек. Қызымның қолы шолақ, аяғы ақсақ, тілі сақау, көзі соқыр, құлағы керең. Келісең ал, келіспесең кете бер дейді. Жігіт қатты сасады. Жоқ деп қыздан бас тартса, ақырет күнінде шал мұнан алмасын сұрайды. Бұл қайдан тауып бермек? Ал мүгедек қызын қайтпек? Ақыры жігіт 10 ойланып, 90 толғанып, шалдың қызын алуға келіседі. Бұл қызды да біреу алу керек шығар, сол адам мен ақ болайын деп түйеді ойын. Ендеше қалыңдығыңды барып көр. Ол анау үйдің ішінде отыр дейді. Жігіт басы салбырап үйге кіріп барады. Қараса, ай мен күндей, сұлулығын суреттеуге тіл жетпестей, 4 мүшесі түгел сұлуды көріп, астағфираллах деп атып шығады үйден. Сол бетте қарияға жүгіріп кеп, сіздің қызыңыз емес, анда басқа біреу отыр дейді. Сол менің қызым. Қолы шолақ дегенім, көлденең жатқан алтынды да алмайды. Аяғы ақсақ болатын себебі, бөгде кісінің көзіне көлбеңдеп түсе бермейді. Бір жыл осында жұмыс дегенде, саған бір рет көрінді ме? Жоқ. Тілі сақау болатын себебі, ешкімнің сыртынан ғайбат сөз айтпайды, алдамайды. Кереңдігі де сол, әділетсіз әңгімелерді естімейді. Соқырлығы оның біреудің затына көз сатпайтыны. Кісі мінін іздеп үңілмейді. Сен алған алманы тістеп қойғаныңа өкініп, менен кешірім сұрап келгенде, мен сені қызыма лайық көргем. Бірақ бір жыл сынап көрейін дедім. Сынымнан сүрінбей өтті. Енді екеуің бақытты болыңдар деп, батасын беріп, екеуін қосады. Екеуінен Нұғман атты ұл туылады. Нұғман 6 жасқа келгенде анасына келіп, анашым, мен Құран кітабын жаттап алдым дейді. Балалық мақтанышын жасыра алмай. Сонда анасы қуана күліп, сенің әкеңнің біреудің алмасын рұқсатсыз тістеп қоятын сабырсыздығы болмаса, сен Құранды былтыр жаттап қойған болар едің депті. Сол бала кейін бүкіл ислам әлеміне танымал, елді аузына қаратқан үлкен ғалым болады. Ол бізге Имам Ағзам Әбу Ханифа атымен белгілі.